Қымбатты достар, бала шақтан болашаққа жинағының құстар кітабына кезек берейік. Қаз, шығып ауыл шетіне жайылады бетімен, қызықтырар ол бізді жұмыртқамен, етімен. Күрке тауып, байлардай бір баяғы неге сонша тасады. Күрке қораз аяғын әрең-әрең басады. Кептер. Кептер деген осы құс, қиын кезде досымыз. Әрлі-берлі хаттасып, ұшқан талай асығыз. Қораз. Жақын түгіл шалғайды, оятудан талмайды. Төбелеске келгенде алдына жан салмайды. Үйрек. Қауіп қатер жоқ алда. Малту керек оғанда. Жұмыртқадан шығасап, жүгіреді тоғанға. Тоты. Қайталайды қаймықпай, болмаған соң сотыңыз. Айтқаныңды айнытпай, айтып берер тотығыз. Содан оны кей уақыт зейінді деп айтадау. Өнер емес бірақта, өзгелерді қайталау. Қаршыға. Шыдам сенде бар шығар. Шыдам болса, ал шыда. Сен көргеннен ұнатар, бар атамда қаршыға. Тұра сала төсектен, көңілін сол хош еткен. Асырайды он атам, қаны тамған жас еттен. Суық торғай, шыбық борбай, суық торғай, бүрсең қағып, жүрсің нағып, ай, ай, ай. Ақыл айтса, дос көрмедің, жақын айтса, ескермедің, ай, ай, ай. Қадірлі достар, бүгінгі құстар кітабындағы әңгімелеріміз осымен аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғысымды айтамын.